Рахмет жылы тілектеріңізге, лебіздеріңізге. Шынымды айтсам, өте қуаныштымын. Әрбір дұға тілектеріңізді оқып, аумин деп туған күніме тілеп жатқан тілектеріңізге көп рахмет. Дұрыс па? Жоқ, мен дұрыс емес болса, давай оқып. Сен дұрыс па? Сөйлеспей-ақ қой, сен ғой келіп тұрған. Без нахуй сөйле, бауыр. Ты больной? Да, болен тобой. Мұрның іштен насың, Айнар? Өзім білем, сатик. Қайқыдың мұрт саған. Сондай бұл? Короче, біз деген 05-пен ал біз тақап жүреттіш. Біз деген Аказакиға келдік. Иә, келді. Жақсы. Кәмді екен. Мынау Рамион. Мынау Цезарь. Өмірімде бұндай Цезарь. Малибу. Ойбай. Малибу. Мынаны айтайын, мынаны Рамионды бүйтіп тұрып біледі екен. Қайтып біледі, ойбай бүйтеді. Маған сырный Рамион куриный без нори деп қояды ма? Несі дұрыс емес ана? Мен түсінбеймін ғой ананы. Без нори деген? Нори деген кім сонда? Кім ұнамай қалса без нори деп. Нори деген анау қап-қарасы ішіндегі. Привет, соғаны. Не болды? Саным. Не болды ба? Құдай берет соғаны. Не істерегізді да? Жаным, қайнап тұр ғой, шайы қайнап тұр ғой. Маған деген сезімі қалай қайнап тұр, ыстық боп тұр солай шайы. Әппақ қаймағы, маманың әппақ жүрегі ғой, әппақ жүрек, әппақ көңілінен айналасын. Жандарым менің мотивацияларым ғой, мотивацияларым. Бұйыртса, келіңіз аманат сізге. Мен Қазақстанды аралап кетем. Даулет бар ма, даулет. Мына жақта ағайындар тикток түсіріп жатыр. Бұл тиктокта бір адам қате сияқты негізі састап. Анау арғы бетінде тайқазан өте қате болып тұр ше негізі. Білмеймін не үшін түсіріп жатқандарын ше. Айтпақшы ағайындар, үміткер күтем. Кеше таныстық тоқтады, тірі адам тіршілігін жасайды, үміткер болып келсеңіздер болады. Тәрбиелі, ата-анасының тәрбиесін көрген, үлкеннің алдын кеспейтін, жігітті сыйлай білетін, қылықты қыз болсаңыз, маған келіңіз деп қоятын. Талабыңыз ауыр емес пе? Ауыр ештеңе жоқ. Ең бастысы Нұржанды қалай бар солай қабылдаған қыз болса болды. Қалай бар солай қабылдаңыздаршы, маған ананы істе, мынаны істе деп айтпайтын, барлығын менімен бірге жететін қыз болса келіңіздер. Ал барлықтарыңыз ассалаумағалейкум достар. Қалайсыздар, амансыздар ма? Күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін інім екеуміз магазинге барып жатырмыз. Құрметті ақтөбеліктер, андай футбол бар ма? Шақырыңдаршы. Болмаса бір команда болып барайық. Іш пысып кетті, көп бол футбол ойнамағалы. Осылай, короче, Москвада жүрген соң ғой. Ей, дұрыс ше. Точно сайыдаға ма? Қалай? Жаңа бұл сайыд арқылы басқа нәрсе сияқты мақсаны? Айуан-ай, айуан. Сенема бір жағдай. Охо, жәкелгір. Қайтып келген қыз үйге сыйыспаса не істеуге болады дейді. Жалпы қыз баланың бұл өмірде ешқандай қорғанында панасы да жоқ сөздің шынына келейікші. Потому что өз үйіңде қонақсың, жаңағы күйеуге шығып, күйеуіңнің жағына барса, ол жақта сен келінсің, важный разговор, важный әңгімелер болатын болса, келін сен шыға тұр дейді, неше түрлі отбасылардың әңгімелерін естіп жатырмыз. Қыздың бір өзінің бір ұясы жоқ. Сол үшін мен алдында айтқаным қыздарға, тұрмысқа шықпас бұрын міндетті түрде қыз балалар жағдайларын жасап, бір бөлмелі қаланың бір көтіндегі үй болса да алып алыңдар өздеріңе деп, страховкеге алып алыңдар. Алдарыңда не күтіп тұрған ешқайсың білмейсіңдер деп. Сол біздің қоғамдағы болып отырған жағдайларға қарап айтып жатырмын мен сол нәрсенің барлығын. Сол үшін күйеуге шықпай тұрып, негізі үй алып алған дұрыс. Ипотекаға болсын, әйтеуір обязательно алып алғандарың өздерің үшін керек қыздар. Осы нәрсені ұмытпаңдаршы. Негіз қыз баланы еркелетіп өсірмесең, андай өсіп қалады ғой, уже қыз болады, ерте мектеп, универ оқиды деген сияқты. Сол уақыттарда кім оны құттай бір жыл сөз айтып еркелетеді, сол адамның ығына қарай шығып кетеді. Потому что ол үйінде естімеген жылы сөзді даладан естіп тұрғасын, даладағы адам маған жаны ашып тұр, мені шынымен жақсы көріп тұр деп ойлап алданып қалады да. Сол үшін қызды барынша еркелетіп, қыздың бар сұрағанын алып беріп өсірген дұрыс. Ертеңгі күні бір какой-то бір арам шөп гүлге алданып қалмас үшін алдын ала солай қыздарыңды еркелетіп, барлығын алып беріп, тоқшылықта өсірулерің керек. Ұлдарыңды ұлдарыңды жоқшылықта өсіріңдер. Сендер ұлдарың астына мәшіне алып бересіңдер, қалтасына ақшасын саласыңдар, жұмысында тауып бересіңдер. Ол жұмысты да қатырмайды, 10 жұмыс тауып бересіңдер. Қатыннан ажырасады, 10 қатын алып берем деп тағы бастайсыңдар. Сосын, конечно, қырыққа келіп әлі жүреді, сақалы сапсиып, өмірде дым жетістікке жетпей.
керісінше тәрбиелеу керек. Көре алмаушылық туралы айтайық, иә. Таң атпай туралы мен коуч болып отырмын сендерге. Бүгін салта коуч бола салайыншы, иә. Көре алмаушылық туралы айтайық. Негізі көре алмаушылық деген нәрсе адамды ештеңеге жеткізбейді екен. Әр адамның несібесі Алла тағала өзі өлшеп қояды. Сенің несібең қандай, сенікі қандай. Біреуге беріп отырған нәрсе менде болу керек, неге ода бола береді, неге менде болмайды деген нәрсені мына мидан алып тастау керек. Әр адамның өз уақыты бар, әр адамның өзіне берілетін шақтап қойған наны бар. Ешкімнің нанын алдынан барып бетіп ала алмайды. Оны Алла тағала өзі жаңағыдай шақтап қояды. Әркімге өзінің несібесін ниетіне қарай, жасап отырған әрекетіне қарай. Сол білмеймін да, неге адамдар соншалықты жаңа көре алмай, анада бар, менде жоқ дегенде. Осыны қою керек, осы нәрсені өз-өзін жеңе алмай жүрген адамдар ғой. Сәлем достар, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Күнделікті қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін менімен бірге болыңыздар.